Бүгін біз қазақтың ұлттық тағамы бешбармақтан нарын жасаймыз. Бұнда мына жайманы еттің сорпасына қайнатып, осылай қалыңдау жайып кішкене еттің сорпасына қайнатып, сүзіп алғаннан кейін үстіне пиязға қуырылған жақсы сұйық майды жағып шығамыз. Сонда мынау жабыспайды, осылай әдемі болып тұрады. Сөйтіп суытып алып, оны осылай тураймыз. Мінекей, қазір турап көрсетемін. Және мына етті ұсақтап турап дайындап аламыз, піскен етті. Енді мен сіздерге нарынды турап көрсетейін. Осылай төртке бөлеміз да, былай қойып бір үстіне осылай турап шығамыз. Осылай турап шығамыз мінекей нарындарымызды. Мінекей нарынымыз дайын. Енді осылай жаймасынан салып, осылай салып, так, енді еттен саламыз. Сосын сорпасынан құйып, мінекей. Бисмилла. Осылай нарымыз дайын. Үстіне ас көк салып, осылай жеп аласыздар. Жесеңіз қазақша нарын, шіркін-ай, тояды қарын. Былай араластырып дайындап қоямыз. Осылай сала беретін боламыз. Сосын кейін нарынымыз міне осылай дайын тұру керек негізінде. Сосын кейін салып тамақ іше береді. Ас болсын.